Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен гемоглобинді көтеретін және небәрі 5-ақ минутта дайын болатын өте пайдалы салатты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызылшамызды пісіріп аламыз. Бұл жерде менде 2 орташа қызылша. Сіздер қалауыңызша бұдан да көп пайдалансаңыздар болады. Қызылшаны әбден пісіріп алған соң үккіштің осындай үлкен көзінен өткіземіз. Келесі кезекте қызылшаның үстіне 2 тісше сарымсақ қосамыз. Сарымсақты да үккіштің ең кіші көзінен өткізіп аламыз. Достар, бұл қарапайым салатты барлығы да білуі мүмкін, бірақ бұл салатты міндетті түрде жасауға сіздерге кеңес беремін. Себебі бұл салат дәл осындай көктемнің кезінде иммунитетіңізді көтеріп, әрі гемоглобинді де көтеруге өз көмегін тигізеді. Кейіннен үстіне 2 ас қасық майонез саламыз. Мен өзім майонез жемегендіктен үстіне қаймақты пайдаландым. Сондай-ақ қалауыңызша грек жаңғағын осылай ұсақтап саламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз, және де менің алдағы уақытта салатын видеоларымды жіберіп алмас үшін подписацияның жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Енді сақтаған жаңғағымыздан аздаған осылай үстіне әсемдік үшін алып қаламыз, ал қалғанын осы салатымызға қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің иммунитет әрі гемоглобинді көтеретін пайдалы салатымыз дайын. Үстіне жаңағы дайындап қойған грек жаңғағын әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Өте оңай әрі тез үйде бар заттармен жасалатын салат. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.